Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бағалы қарнашларым, егешлерім. Allah subhanahu wa ta'ala айтқанды сыйлы китабында «Фас'алу ахля зикри ин кунтум ла та'ламун» дейді. Сорыңыз сіз алимлеге, білімлері болған адамларға білмеген затығыз болса дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқанды «Иннал уламаа варасатул анбия» дейді. Хақ керті болып алимле ол пайғамбарланы наследниклерлі дейді. Нек десегіз жамаат, пайғамбарла кесілерінен сора динарла дирхамла қойғалар болмағанды, алая білім қойғандыла. Алимле ола сабиликлерінен башлап Құранны, әмді хадислені, аннан башқа шариатта келген білімлені оқып, үреніп, алай жашайдыла. Анам алтын ол ататалған алимлеге пайғамбарланы наследниклері деп. Bir қауым адамла жамаат діннен сору болса, алай сағаш етелі. Бұл адам көп жашағанды, қарт адам көп зат көрген жашауда, бұл білмесе кім білікті дейді. Башқала мұны жашы ақыллы жашты, Москвада оқып келгенде, университетні бошағанды, олауа білмей қалықты деп, аңа ұшаш сөзіле көп ешткен болусыз барғызды. Алая ол барды терс сағышлалла. Дінге жетсе, бұл дінні бізге Мұхаммад пайғамбар өреткенді, алейхиссалату вассалам, ол келген жерінен үренмесек, башқа түрлі жол жоқты дінге түзіче үренерге. Айтқанды Мұхаммад ибн Сирин, Аллахны рахматы аңа болсын, сыйлы табиинлені бері. Табиинле ол жамаат пайғамбардың сахабаларынан сора жашаған қауымға табиинле дейділі. Айтқанды ибн Сирин, рахматуллахи алейхи, «Инна хазал илма дин, фанзуру амман таъхузуна динакум» дейді. Хақ керті болып, бұл білім дінді дейді, дінігізді дейді. «Фанзуру амман таъхузуна динакум». Игі бір қарағыз бұл дінігізні кімден алғаныңызға дейді. Игі сағаш біретігіз жамаат бұл сөзілеге артықсыз да бұл интернет жайылған заманда барыбызда көріп тұрабыз. Интернетте дінні сүннен сөйлешмейін кіші жоқты. Қарт болсын, жаш болсын, тышыру болсын, әркіші болсын, бар да дінні сүннен сағаш еткелерін бері шығарға боршқа санайдыла. Алая ол терсті жамаат. Нечін десегіз, Аллаху Таала сыйлы китабында айтады, «Эмуллу günahlarını sağıngandan sonra ayatını артында шыртын да сағынат да sonra «Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun» дейді. Эмді сіз Аллахны үсіннен білімігіз болмағалай сөйлешкен дейді. Сағыш біретігіз жамаат. Барғызда білесіз, дінде эмуллу günahқа шырктер келеді. Аллахқа кімді болса тең еткен, Аллахтан башқа құллық еткен аңа шырк дейділеді. Sonra аны біргесіне сағынады Аллаху Таала. Ол білімі болмағалай адам сөйлешсе, дінні сүннен, Аллахны сүннен, қайдан бұл халал, бұл харам деп, аны біргесіне қошып айтады. Ол бары да ниятны белгілетеді, ол ішіне ұллы günahлығын көргістеді жамаат. Бұл қысқа башлаудан sonra жамаат сізні қуандырға излейме. Аллахны рахматы бұла. 16 февральда Аллах бұйырса вторник күнде прямой эфир етерге иннетібіз барды. Шейх Халид Аль-Фулейч бұла. Аны амалтын сізден де телерігім комментарийледі қарағызда ашырығыз керекті вопросланы, проблемні вопросланы миллеті бізде. Сіз миллеттің ішінде жашап тұрасыз, көріп біліп тұрасыз. Аллах айтса, аладан эм хайрыл вопросланы сайлап біз шейхке соруға күрешірбіз. Бүгінге дәрі бір қауымыз көрген болусыз, прямой эфирде орыс тілге көшіріп тұрғамыз. Алая бұл жыл Аллах айтса, ана тілге көшіруге иннетібіз барды. Анам алтын сақлайбыз. Аллах айтса, сіздің вопросланы вторникте түбербіз. Аллах бұйырса, бүгінге айтырым ол еді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.